Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен дәрігер Маратбековна. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз ол әйел адамдарда келетін выделениелер жайлы айтамыз. Яғни жыныс жолдарынан келетін бөлінулер, олар патологиялық па, норма ма, қалай ажыратамыз? Себебі маған қазіргі таңда приемға келіп жатқан әйелдер қатарында менде выделение көп келеді, әсіресе соңғы уақытта көбейіп жүр деп жатады. Кейбір жүкті әйелдер келеді, менде выделение болып жатыр, это нормально деп. Осы сұраққа сіздерге де жауап берейін дедім, себебі әйелдер арасында өте актуальный тақырыптардың бірі. Жалпы бөлінділер не үшін келеді? Бізде жыныс жолдары шырышты қабаттардан құралған. Біздің ауыз қуысымызды алып қарайтын болсақ, өзіңіздің аузыңызды ашып, айнаға қарасаңыз, ол шырышты қабаттардан тұрады. Тіліңізбен ақырын ғана деп жүргізіп шықсаңыз, онда байқайсыз, ол жердің барлығынан сөл бөлініп, үнемі жұтынып, ауыз қуысыңыз өзіне тазарту жұмысын жүргізіп отырады. Дәл осылай әйел адамның жыныс жолдарында, қынабында да тазару жұмыстары үнемі жүріп отырады. Сондықтан да жалпы выделениенің келуі ол норма болып есептелінеді. Бұл бөлінулерді бөліп отыратын арнайы бартолин бездері бар. Осы бартолин бездерінің қызметі арқылы сөл бөлінеді, ылғалданады. Сол ылғал арқылы қынаптың ішіне жалпы очистка жасалынып отырады. Өз-өзін тазартып отырады. Енді қандай жағдайда бұл выделениелер көбейеді және оның патологиялық немесе норма екенін ажыратамыз. Ең бірінші біз оны ажырату үшін менструальды циклға қараймыз. Менструация басталады, мысалы үшін ол бірінші күннен деп есептелінеді. Егер сізге 5 күн, 7 күн келетін болса, бірінші күннен бастап есептейсіз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы 7 күннен кейін байқасаңыз, овуляция процесі 80% әйелдерде ол менструальды циклдың ортасында болады. 12-ші күндер жақындаған кезде әйел адамда прозрачный выделение келе бастайды. Бұл неге? Себебі овуляция болардың алдында бізде шейка ашылады. Сырттан егерде сперматозоидтар келетін болса, оны кіргізуге шейка жаймен ғана ашылып дайындала бастайды. Сондықтан осы кезде көп выделениелер бөлінеді. Егерде гинеколог дәрігер қарайтын болса, жатыр мойынның кішкене уже ашылғанын және шырыштың көбірек бөлініп тұрғанын байқайды. Ал әйел адамдар өздерінде выделениенің көбейгенін байқайды. Бұл яғни овуляция уақытын ажыратуға мүмкіндік беретін жағдай. Екіншісі ол менструальды циклдың екінші кезеңі, яғни овуляция процесі бітеді. Прозрачный бағанағы келіп жатқан выделениенің түсі сәл қоюлау, ақшылдау түсті болады. Бұл уже екінші кезеңге тән бөліндінің характері болып саналады, белгілері. Енді қандай жағдай? Мысалы үшін сіздің выделениеңіз келеді, плюс жағымсыз иіс шығатын болса, немесе выделениенің құрамы көпіршікті болатын болса, түсі жасыл, сап-сары, күніне 4 рет, 5 рет сіз іш киіміңізді ауыстыратын жағдайға жеткізсе, онда бұл патологиялық выделениенің белгілері болып саналады. Бұл жағдайда міндетті түрде гинекологқа қаралып, мазок тапсырып, мазок арқылы воспалительный процесс бар ма? Бір, екіншіден ИПП анализ арқылы, инфекция половых путей деп жатамыз, передающийся половых путей. Осы арқылы инфекциялар бар ма, жыныс жолдары арқылы жұққан, немесе сіздің организмде дәл қазіргі таңда дамып жатқан ПЦР арқылы осыны анықтай аламыз. Одан кейін тағы мазок алуға болады. Сонымен қатар ВПЧ анализін тапсырып тұру керек. Кейбір әйелдерде тек қана, мысалы үшін, зеркаланы салып қараймыз ғой гинекологтар. Сол кезде вагинальды қабат бар, плюс ар жағында шейка, яғни цервикальный канал бар. Гинеколог ашып қараған кезде ол көре алады. Ар жағынан цервикальный каналдан келіп жатқан обильный, прям воспалительное выделение ма, гнойное выделение ма, онда ол цервицит болып саналады. Ал егерде жатырдың қабырғасынан келетін выделениелер болатын болса, онда ол вагинит болады. Енді қараңыздар, қандай выделение самый қауіптісі? Менструальды циклдан бөлек, мысалы менструацияңыз келіп кетті 5-6 күн, сіз тазардыңыз полный, и бір 5 күннен кейін кровянистые выделение басталса, өзінен өзі жығып, арасында келетін кровянистые выделение болса, бұл қауіпті болып саналады. Ол кімдерде келуі мүмкін?
көбіне миома болатын болса жатырдың ішінде, жатыр мойнының дисплазиясы дейміз, яғни сіздердің тілерінде айтатын болсақ, ол эрозиялар. Жатыр мойнында эрозиялардың пайда болуы, қатты қабынып асқынып тұрған кезде ол қанды выделениелер бөледі. Үшіншісі, егерде әйел адамда гормональный фонда өзгерістер болатын болса, тоже гормондардың бұзылысы есебінен қанды бөлінулер келуі мүмкін. Сондықтан да ең қауіптісі, ең прямо вау, мынау не болып жатыр деп зерттейтін жағдай ол қанды бөлінулердің келуі болып саналады. Келесі айта кететін нәрсе, жүкті әйелдерде ерекшелік жүктіліктің бірінші триместрі және үшінші триместріне қарай тоже выделениелер көбейе бастайды. Ең бірінші кезеңде выделениенің көбею себебі малый тазда бала дамып жатқандықтан кровообращение жоғарылайды. Соның есебінен плюс защитная функция жоғарылайды и әйелде выделение көбейеді. Бұл норма. Екінші, ол үшінші триместрдің соңына қарай, яғни босану уақыты жақындаған кезде әйелдерде выделение көбейеді. Неге? Себебі уже босану жолдары біртіндеп босаңси бастайды, шейка раскрытиеге дайындалады, оның да аузы босаңсиды. Пробка сияқты, пробка деп жатады, шейканың аузында ұзақ уақыт бойы, 9 ай бойы қысылып тұрған выделениелер, және шейка босаған кезде жылжиды да, сол кішкене розоватый, розовый сияқты түс болып выделение түрінде келеді. Вот соңына қарай выделениелер көбейеді, это тоже нормально. Бірақ нақты сіздің жағдайыңызда болып жатқан нәрсені точно көзіңіз жеткізу үшін міндетті түрде гинеколог консультациясына барыңыз, осмотр жасап, қажет болса сіздерден қажетті анализдерді алып, нақты қажетті емдер болса тағайындап береді. Ал жалпы профилактика ретінде айта кететінім, мысалы әйел адамдар бассейнге барғаннан кейін, бассейнге барлық адамдар түседі. Сондықтан соның защита ретінде үйге келгеннен кейін профилактика ретінде хлоргексидин, немесе гексикон, антибак секілді антисептикалық ерітінділермен 2-3 күн санация жасаған, немесе свечаларды салып санация жасап отырған дұрыс. Ол ол жердің қорғаныш реакциясын арттырады. Әртүрлі инфекциялардың жұғуының алдын алады деуімізге болады. Сондықтан единственный без назначения қолдануға болатын нәрсе осындай санацияларды жасап профилактикалық мақсатта қолдану болып саналады. Қалған жағдайдың барлығында қандай да бір антибактериалды свечкалар болсын, немесе сізді прямо зуд, мазалап, астыңыз қызарып жатқан болса, ешқашан өз бетіңізше ем қолданбаңыз. Дәрігер тағайындап, сізді көріп, нақты диагноз қойғаннан кейін ғана жасалынған ем дұрыс болады. Бүгінгі айтарым осы. Егер сұрақ болса, астына комментарий қалдырып жазсаңыздар болады. Мен алдағы видеоларымда жауап беремін. Сау болыңыздар.